Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы механикалық жұмыс және қуат. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі оқу мақсаттары қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру, механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану. Біз сабақтың аяғында сіздермен осы мақсаттарға қол жеткізуіміз қажет. Жақсы. Бүгінгі біздің сабағымызды бастамас бұрын негізгі терминдармен таныс болсақ. Мен сіздерге терминдарды 3 тілде беремін. Осы терминдарды сіздер дәптерлеріңізге жазып, міндетті түрде жаттап алуларыңыз қажет. Жақсы, бүгінгі біздің өтетін негізгі терминдарымыз механикалық жұмыс, механическая работа, mechanical work, күш, сила, force, орын ауыстыру, перемещение, displacement, қуат, мощность, power, уақыт, время, time. Бүгінгі біздің өтетін бірінші тақырыбымыз механикалық жұмыс. Механикалық жұмыс дегеніміз не? Күш әрекетінен дене орын ауыстырғанда атқарылған жұмыс механикалық жұмыс деп аталынады. Яғни денеге күш әрекет еткенде дене өзінің орнын ауыстырса, біз жұмыс атқарылды деп санаймыз. Егер күш әрекет еткеннен дене өзінің орнын ауыстырмаса, онда біз жұмыс атқарылды деп есептемейміз. Бізде жұмыстың негізгі белгіленуі А әрпімен белгіленеді. Жұмыстың негізгі формуласы, яғни А тең F көбейтілген S. F дегеніміз күш, S дегеніміз орын ауыстыру. Дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің механикалық жұмыс күшке де, орын ауыстыруға да тура пропорционал. Яғни күш көп болса, жұмыс та көп, орын ауыстыру көп болса, жұмыс та көп болады деген сөз. Халықаралық бірліктер жүйесінде жұмыстың негізгі өлшем бірлігі бізде джоуль. Яғни күштің өлшем бірлігі бізде ньютон, орын ауыстырудікі метр, яғни ньютон көбейтілген метр бізде джоульді береді. Жұмыс бізде оңда болуы мүмкін және терісте болуы мүмкін. Қандай жағдайда оң болады, қандай жағдайда теріс болады. Яғни, егер күштің бағыты орын ауыстыру бағытымен бағыттас болса, екеуінің бағыты бір бағытта болса, онда жұмыс бізде оң болады. Яғни, оң нәтижені береді. Егер күштің бағыты мен орын ауыстырудың бағыты қарама-қарсы болса, екеуі бағыттас болмаса, онда біз теріс жұмысты аламыз. Жақсы, бұл формулалардың барлығын дәптерімізге жазып аламыз, суреттерін сызып аламыз. Жақсы, келесі механикалық қуат. Қуат дегеніміз не? Жұмыстың орындалу шапшаңдығын, тездігін сипаттайтын физикалық скаляр шаманы қуат деп атаймыз. Қуат механикалық жұмыстың сол жұмыс істеуге кеткен уақытқа қатынасымен өрнектеледі. Яғни, қуат бізде үлкен N әрпімен белгіленеді. Ол жұмыстың сол жұмысты істеуге кеткен уақытқа қатынасын береді. Қуаттың негізгі өлшем бірлігі ватт. Біз оны қысқартып, жақшадағыдай жазамыз. Яғни, джоуль бөлінген секунд бізде ватты береді екен. Жақсы. Мына суретте көріп тұрғандағыңыздай үш жағдайдағы суретті көріп тұрсыздар. Қай жағдайда механикалық жұмыс атқарылады? Яғни, бірінші жағдайда бізде білеуше орнында тыныштықта тұр. Екінші жағдайда білеуше жылтыр тегіс бетте қозғалып барады. Үшінші жағдайда білеуше күштің әсерінен қозғалып барады. Осы үш жағдайдың қайсысында бізде механикалық жұмыс атқарған? Яғни, үшінші жағдайда механикалық жұмыс атқарылған. Себебі бірінші жағдайда қарастырсақ, бізде сырттан ешқандай күш әсер етіп тұрған жоқ, дене тыныштықта тұр. Дене тыныштықта тұрса, біз жұмыс атқарылды деп есептемейміз. Екінші жағдайда бізде күш әсер етпеген. Сондықтан, бұл жерде де ешқандай жұмыс атқарылмаған. Үшінші жағдайда бізде күш әсер етіп тұрғаннан дене орнын ауыстырып барады. Демек, үшінші жағдайда бізде механикалық жұмыс атқарылған. Жақсы. Келесі сұрақ сіздерге. Спортшы штангыны жоғары көтереді. Осы кезде ауырлық күші жұмыс атқарады ма? Жауаптарыңыз: я, оң жұмыс атқарады, себебін түсіндіресіздер. Я, теріс жұмыс атқарады, себебі жоқ атқармайды, себебі жоқ атқармайды, себебі.
Жақсы, жауабы иә, теріс жұмыс атқарады, себебі күштің бағыты мен орын ауыстыру бағыты қарама қарсы. Біз жаңа айтқан болатынбыз, егер орын ауыстыру бағыты мен күштің бағыты қарама қарсы болса, бізде жұмыс теріс нәтиже береді дегенбіз. Жақсы, мына жағдайлардың қуаттарын салыстырыңыздар. Сіздерге мына жерде үш жағдай берілген. Осы үш жағдайдағы қуаттарын салыстырасыздар. Неліктен қуаты көп, неліктен қуаты аз, соның барлығын себебін түсіндіресіздер. Бұны дәптерде орындаймыз. Жақсы, есептер шығару. Сіздерге 7 есеп берілген. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымызға байланысты жұмысты есептеу, қуатты есептеу және қуат пен жұмысты есептеу. Осы жерде есепті шығармас бұрын дәптерлеріңізге берілгенін, халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырғандарыңызды, формуласын барлығын түсіндіріп жазып өтесіздер де маған жаңағы дәптерлеріңізді суретке түсіріп жібересіздер. Жақсы. Енді кері байланысымыз бізде SMS әдісі арқылы. Кері байланыс, яғни SMS арқылы сіздер бүгінгі тақырыпты түсінгендеріңізді, түсінбегендеріңізді өздеріңіз маған жазып жібересіздер. Жақсы, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.